Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге осындай цветная капустаны ерекше бір клярмен жасауды көрсетемін. Яғни цветная капуста клярия жасайтын боламыз. Дәмі сондай ерекше әрі хрустящий болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі цветная капустамызды дәл осылай аршып, майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Барлығын бір келкі етіп. Содан соң осы капустамызды жақсылап жуып алып, алдын ала қайнап тұрған суымызға капустамызды салып, 10 минут қайнатып аламыз. Одан көп қайнатудың қажеті жоқ, 10 минут жеткілікті болады. Оған дейін біз кляр жасайтын боламыз. 2 жұмыртқаға дәміне қарай тұз саламыз. Және де 2 тісше сарымсақ. Егер қаламасаңыз, салмасаңыз да болады. Мен бірақ салғанды ұнатамын, өте дәмді болып шығады. Және де 2 ас қасық ұнымызды салып, ұнымыз барлығы бір келкі араласқанша жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің клярымыз дайын. 10 минут капустамыз қайнап шықты, оны сүзгішпен алып, суын сорғытып аламыз. Суы сорғып кішкене суыған соң, осы цветная капустамызды клярға аунатып алып, қызып тұрған майға қорып алатын боламыз. Жақсылап малып, капустаның барлық жағы қызарғанша аударып, қызартып, қып-қызыл етіп қорып аласыздар. Дәмі сондай ерекше болып шығады. Сарымсақ қосқан соң тіпті дәмі одан да керемет болып шығады. Дәмі тура тауықтың етіне ұқсайды екен. Бізге отбасымызға өте қатты ұнады. Енді жиі жасайтын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай жасалу жолы. Қонақ келгенде де дастарханға ұялмай ұсына аласыздар. Қараңыздай түсі сап-сары өте әдемі болып шықты. Осымен біздің цветная капустамыз дайын. Дәл осылай дайындап, қонаққа әртүрлі өзіңіздің фантазияңызға қарай ұсынсаңыз болады. Және де әртүрлі соуспен қолдансаңыз тіптен керемет болып шығады. Алдағы уақытта менің каналымда көптеген керемет рецепттер болады. Сол себепті арнама тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Егер видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Ләззат.